Bismillah deb Bismillah deb betimde kelin aşayını ülkenlerine tügüldüm aynala göz taslayın İyilüge bugün dayın koru kelinde beyne jaskayın Ata baba da süründürmende demem tastayın Jırmarjanın tizetin mertebi algan tilim var Kuruge kelinin izetini Beredem oyun burunlara Barinde bere jakında Ey sözlerildi akına bölünüp jübek torkağa Sav kelese basında kelinde kelgen ortağa Kulak sal kelin iyinin var jaksı say bozunda Ayt kelin ayt kelini atının basın tart kelini savuskandan sağ kelini jumurtkadan ak kelini söz bası alkalı jurtum var mısın? Biz de geldik ortama turguzup sözden tolmuşsun Ağayın tuğuz kuda jekjat Koruşu kölüm jumuşsastары bärinde esen sağılmışsın Mına özlerin bilesinler ağayın Tündüğümüz bütün, tütünümüz tüzü Munay men gazımız götümdü Keleşeğimiz kütümdü Bavrayından bak Koylavından top sabasından söt ketpeytin Tugün tartsa mayışıqatın kiyeli kasiyetli Mangıstavay ömürde Berekeli beyneude Kelinmen birge şаңыраққа шаттып босағамызға бақыт келсін деп күндізде үлкендердің батасын алған беташар тойын жасап енді мына кешкі тойымыз жалғасып жатыр той десе қобасы домалайтын еліміз ағайын сонау біріміз Ақтаудан келіп жатырмыз Ақтөбеден алыстан қалмалап бәрімізде ақ тілет арқалап келіп отырған жайымыз бар бір жеңнен қол бір жағадан бас бір ауыздан сөз шығар той құтты болсын той қыласын ардақты ағайын осындай думандатып той беріп жатқан Құнанорыс ауылы тойлары құтты болсын қуаныш құтты болсын баршаңызға Құрлығыдан демізден келді құтты болсын ағайын шағадан қошемет қайда Kelinşek Jaksını el körümşegi Jaksımın de gözüngde maqtanı var sözüngde Soquluqtap jürme kelinşek körşüngde adam gözüngde Ar sözüne közülmey Jaman jagын көсектеп сықылықтап жүрме kelinşek Сонымен қадірменді құрметті тойшыға сіздерден тағы бір өтініш Мынау енді ортаға шыққан құдалардың, ақсақалдардың, ағайын дұлбаластардың, ұжымдастардың жалпы ортаға шыққан кісілердің ақпарат тілектеріне құлақ түрелік ағайындар тыңдалмаған сөз жетімдеген Онда әзірмен айтқанда жігіт пен қыз кезінде жігіт сөйлейді екен, қыз тыңдайды екен үйленгенше. Үйленгеннен кейін қыз сөйлейді, жігіт тыңдайды. Арадан 30 жыл өткеннен кейін екеуі қосылып сөйлеп, көршілер тыңдайды екен. Сондықтан ортаға шыққандардың ақпарат тілектеріне құлақ түріңіздер ағайын. Сіздер шығып сөйлегенде біз тыңдауға уәде береміз. Күнді шаршаса үйге, жастар ұжымдастар жағы биге. Тойлар тойғыласын. Assalamualaikum құрметті ағайындар. Міне бұдан 10 жыл бұрын өмірден аққан жұлдыздай болып, мақсат ініміз фәнидің есігін жауып кете берді. Бұл тағдыр қазақ халқының басында қайталанып келе жатқан тарихи оқиғалардың бірі. Сонау бір жылдары анау Баянауылдың төрінде отырған Шыңғыс төренің шаңырағына да дәл осындай жағдай болып еді. Себебі қазақ баласының үкілеген үміті, арманы, болашаққа жетектейтін жарық жұлдыз деп жүрген Шоқан Уәлиханов өмірден өтіп кетті. Дәл сол кезде қазақ даласы тебіреніп кетті. Осы баланың қазасын Шыңғыс төреге қалай жеткізу керек деп. Ол кезде Шыңғыс төре Баянауыл дейтін жерде 12 қанат ақ ордасын тігіп қойып, қазақтың игі жақсылары мен жан жақтан келген сөйлесіп, көңіл көтеріп отыратын еді, демалатын шағына тап келіпті. Сонда 16 жасар Жанғұтты дейтін би мен барайын, мен естіртейін депті. Сонау Алматтан ат артып Баянауылға жеткен Жанғұтты есіктің алдында 12 қанат ақ ордаға кіре берісте
күзетшілер тоқтатып өңменінен кіруге болмайды деп, бізге кіруге болады деп итер жіберіп ішке кіріп кетіп, ассалаумағалейкум төре. Сол кезде төренің орыс патшасынан генерал мундирін алып иығына жамылып отырған кез екен, орнынан атып тұрды дейді, алейкисалам деп. Төре, сұрағым бар деп айтты дейді. Қандай сұрақ? Сұра деп айтты дейді. Жанды да, жансыз да не тәтті, не ащы деп айтты дейді. Ащы тұз деп айтты дейді. Тәтті бала ғой деп айтты, орнынан тұра берді дейді. Сол жанды тәттінің неше есі бар деп айтты дейді. Екі есі бар деп айтты дейді. Таласса қайсы салады деп айтты дегенде, шоқан жаным кеткен екен ғой деп айтты, күшті-күштілігін қылған екен ғой деп айтты дейді. Міне ағайындар, осыдан 10 жыл бұрын осы мына әбекем шаңырағында да күшті-күштілігін қылып, Құдай мақсат інімізді мәңгілік сапарына алып кетіп еді. Өмірге адам баласы келгесін тек өмірге келіп кету бар, балашағаның қамы деп, өзінің ғана тірлігіменен күй кешіп өтіп кетуде бар, бірақ халыққа қызмет жасаймын деп талпынып шығатындар да болады. Мақсат дейтін ініміз сол айтқандай осы бәріңізде куәсіңіз, қолынан келсе халқына қызмет жасаған, халқының жүрегінде қалған жігіттің бірі еді. Тарыққанда тарам-тарам көз жасым, зарыққанда аруана жыр боздасын, басқаларды мен білмеймін әйтеуір өткенімді сағынып жүр өз басым деп. Бұл өткенді сағыну адам баласы болғасын, әрине ол адамның жүрегі болса, өткенді сағыну дейтін ол міндет. Сағынасың, еске аласың. Ал біздің қазақ халқымыз садақа береді, ас береді, халық болып отырып, соның ана дүниелігі жарық болсын деп дұға тілек жасайды. Бүгін сіздер сол дастарханның басында отырсыңыздар, ағайын. Амангелді ағамызға кішкене тоқталып кеткім келіп тұр. Әбеке, Маңғыстау дейтін мұнарланған Маңғыстау, сен мұнарсаң мұнардым, көрімдікке көрсетіп, көзімді ойып алсаң да бір көруге құмармын дейтін бұл Маңғыстау несіменен құнарлы еді, несімен қасиетті еді, несімен қастерлі еді. Бұл Маңғыстауда жыр айдыны дейтін үлкен бір мұхит бар. Әбіш Кекілбаев жаратқан ем Маңғыстауда су дариясына ішетін қарық қылмаса да жыр дариясын аямаяқ берген ғой деп айтып еді. Сол мұхиттың ішінде өр кеудесіменен ақжал толқынды айырып жүзіп келе жатырған үлкен мұхитта жүзген пароходтар бар. Тұнау мұрын жыраудан бастап кешегі адайдың 5 жүйрігі, немесе кешегі өзіңіздің көздеріңіз көрген анау сүгір, ақпан, Есмағамбетің бар, көрпе Есмағамбетің бар, шоңай шамғының бар, бір руханияттың тізгінін ұстаған шалдар болса, сіз де өзіңіздің бойыңыздағы алтын қазынаңызды осы халқыңызға беріп жүрген руханияттың өкілісіз, Әбеке. Сіз де өмірге тек келіп, тек кетем деп келмеген адамсыз. Бойыңызда Құдайдың берген қасиеті бар, алтын қазынаның қамбасы бар. Бұндай адамдарды Құдайдың өзі арасында сынап тұрадау дейм. Әбекеңе де сабырлық тіледік сол кезде, Әбеке сабыр ет дедік. Өзің білесің Әбеке, анау сүгірдің жырында айтпайын десем болмады ау, көңілге келді бір қиял. 12% қарасаң, солардан қалған бірі жоқ, алшаңдап жүрген ағамның өттің ау басынан дүние боқ деп сәтті құл жырауды жоқтайды ғой, сүкең. Оның қасында Әбеке Құдайға шүкірсіз. Артында балдары бар, алтын асықтай інісі бар. Топқа түсем, халыққа қызмет жасайым деп жүрген балдарың бар, Әбеке. Осының бәріне сабыр етейік. Әрине, мақсаттың орны бөлек. Ерекше жаратылған бір жігіт еді. Бірде Руслан дейтін тойханада, осы Бейнеу ауданының әкімшілігімен бір тойда отырғанымда, қасымда
Насукаев Мұқаш деген ағамыз отырды. Сонда мақсат той жүргізіп тұрды. Сырлап маған айтты: "Сәрсен, мына бала кім? Мен танымадым. Мына баланың бойында бір парасаттылық бар ғой. Тойды дұрыс жүргізеді екен" деді. Сонда мен жайлап сыбырлап айттым: "Мұқаш аға, бұл Амангелді дейтін жырау ағамыз бар. Әлім атаның баласы, соның үлкен баласы Мақсат дейтін жігіт" деп. Бәсе, ар жағы құр емес адамның баласы екен ғой. Сен Сәрсен, осы балаға қарау керек, осы баланың жөн жолына қарап тартып отыру керек. Осы бала тойды басқарады екен, болашақта тізгінді ұстайтын бала екен" деп. Сол Мұқаш ағамыз маған айтып еді сонда. Қазір сол мына нең үстінде есіме түсіп тұрғаны ғой. Мен Мақсат өмірден кеткенде Сарағаш дейтін жерде демалып жатыр едім. Далада отыр едім, біреуден аяқ астынан телефон дейтін бәле бар ғой қазір. Мақсат кетіп қалды деген хабарлама келді. Орнынан бір тұрып бір отырып ішке келдім. Іште себебі жолдасым жатыр еді. "Не болды?" деп. "Мақсат кетіп қалды" дедім. Үнсіз қалдық екеуміз де. Дәл сол кезде үрішкімен қағазды алдым да Мақсатқа мұңаза дейтін 3-4 ауыз сөз жаза қойып едім. Соны оқып бергім келіп тұр ағайындар. "Сағынды ма білмеймін асқақ көкті, өмірден асығыстау Мақсат кетті. Жұлдыздай көкке атылған қайран інім, өмірдің бар қызығын тастап кетті. Тастап кетті өмірдің бар қызығын, ластамай ағадал арсызығын. Даусың қалды той бастап топ жаратын, астында бұлдыраған таңсызының. Тұратын жарық жұлдыз көкті сүзіп, жарқ етті қараспаннан өтті сызып. Жыршағам жыр айтпаққа ұмтылғанша ішегі домбыраның кетті үзіліп. Жыр қалды тұншығулы шанағында, мұң қалды жыршағамның қабағында. Мен отырмын меңіреу өлең оқып, өлеңім өксік тығып тамағыма." Бұл тек со бойда Мақсат неме не айтарымды білмей қалып жазылған өлең еді ағайындар. Ал енді ақсақалдар, еске алу болғасын, қазақ болғасын, мына дастарханнан басын тиегін ашып берейін деп мына ағаларым сұрағасын жасап атырым. Ортамызға молда келіп отыр дейді. Сол молдадан Мақсат ініміздің рухына бір құран бағыштатып жіберейік. Сосын алдымыздағы тамақтан алармыз. Молда қайда? Бисмиллахиррахманиррахим. Ясин хувал Қуранил хаким. Иннака ламинал мурсалин ала сиротин мустақим. Танзилал ғаззурир рахим. Литунзира қауман ма унзила абаухум. Тәйірі біздер үшін сел дегенне, көккептер көндігерміз сенде менде. Бұйығып үндемейсің жазған құсым, ал айтшы сен не дейсің үндегенде деп. Бұндай жерде әңгіме айтудың да өзі қиындау болатын шығар. Дегенменен Амангелді аға келген қонақтарға бір-екі ауыз ыстық лебізіңізді, рахметіңізді айтсаңыз жақсы болар еді. Алыстан жақыннан келіп жатқан қонақтар бізге ниетін білдіріп қабыл болсын айтайын деп жан-жақтан жиналған қадірлі қонақтар, қадамдарыңызға нұр жаусын, көлбетсін, дендеріңе Алла саулық берсін. Әрқашанда ауызбіршілікпенен, сыйластықпенен ғұмыр кешіп осындай жақсы күндерде бас қосуын нәсіп етсін. Енді мына Сәрсен ініміз айтып жатыр ғой, барлық нелерді көңілден шыққан, жүректен шыққан сөздерді бәрі қабыл болсын. Молланың оқыған Құран дұғасында Алла қабыл етсін. Періштелер аумин десін. Баршаңа денсаулық тілеймін, біршілік тілеймін. Отбасыларыңда, жанұяларыңда әрдайымда жақсылық болғай.
жақсы күндерге бас қосқайымыз. Қош келдіңдер ағайын. Алла рыза болсын, уаттарыңды қиып осында келіп, көңілдерің, ниеттеріңді білдіріп жатқандарыңызға. Bizlerle köyün buzluktur. Başınıza rahmet. Ağzına maksadımız şeye versin, ben cennete versin, yatkan cezayı toprak altın varsa baktım kalbim. Adamına bir vakkan sadakalarını kabul et, görürüm. Almay, aman geldi Kuda, gençim Kudaga, kızlarım Kuda olarım. Yemin gemde 10 yıllardan ötüp ketti. Şimdi tolkup oturum. Böyle vatkan az sadaka kabul olgay. Kalgan yaşlı kızları men ballarına o sözlerini bergey. Emelişe ballarında kartlara aman yürgeysinler. Kabul olsun bari. Korkkanını söylemeyde otur geçimin kırjatlar suvatır. Algıs aytamına sersenlerge şalların tileklerine. Atletlerin bari kabul olgay. Sadakalar kabul olsun. Maksadımızda. Жатқан жері жайлы болсын. Рұқсат болсын. Мына ұл қыздарына мынандай еске алып беріп жатқанына ілінері жабылып бауырларын. Солар рахметімді айтам. Осы еске алып садақаларын қабыл болсын. Енді бұдан кейін жақсылық күнге келгейміз, жақсылық күнде отырғаймыз, өніп өссін, қабыл болсын садақа. Мақсатым жатқан жер жақсы болсын. Қалған өмір осы балдарына берсін. Не дейміз? Қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, қалайық. Ал мына Алеке, келшім, жейше, беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Ахмет, Манас, мына Ақсат, önümüzдің жатқан жер жайлы топырақ торқа болғай. Алла Тағала алдынан жарқағай. Не дейміз? Енді өмірдің несі осындай болып тұр ғой. Ертелеу кетіп қалды. Маңдайына жазған тағдыры осылай шығар. Енді қалған жағында аманшылық болғай. Ұрпақтары өсіп өніп, солардың қызықтарын неки жұбайы, қалған бауырлары, ата әжесі көріп, Құдайым сон қалған жағында аманшылық болып жүре бергей. Мына беріп жатқан садақаларың, мұраттарың асыл болғай. Алеге жеңше Махмұд беріп жатқан садақа қабыл болсын. Алланың өзі қабыл етсін. Енді мақсат жайлы айтқым келіп отыр. Нағашы жиен болып жақсы араластық. Жай жаннатта болсын. Аузын ашса жүрегі көрінетін жігіт еді, қызметте жүрген. Садақа қабыл болсын. Артына ерген ұрпақтары, балдары, қыздар. Әрқашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөздей ақ болғаным. Әрқашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем